Ассалаумағалейкум, авторынок Карс YouTube каналының көрермендері. Бұл видеода Toyota автокөлігінің маркаларын көрсетеміз. Camry мен в основном Camry, Corolla, Avensis деген сияқты. 25-тен бастап көрсетейік. Camry 2001 2.2 автомат 3 миллион 700 осы нөмірде. 25-тік 3 миллион 700. 2.2 25 Camry. Мұнда Camry шығып, кіріп, сондай болып жатыр. Қарама-қарсы тағы бір Camry тұр, 20. Механика Mercedes кіріп жатыр орнына. 210. 3.2. Бұна Camry'ді көрсетіп жіберейік, Mercedesке қызықпайық. Camry көрсетеміз дедік қой. 98 2.2 4 миллион дейді. Осына берді. Анау 3.7 дейді. 3.7-дің жағдайы мынаған қарағанда кішкене жақсылау. Мынандай грациялар бар, универсал правый руль грация. 99 жылғы автомат дейді. Бағасы 3 миллион 800. Осындай универсал грация. Сараковка келіп тоқтады мұнда. Бір Сараковка келді. 2006 Америка 2.4 6 миллион бағасы осы нөмірде. 30-35-лармен бірдей болып тұр бағасы. Білмеймін, Сараковка 45 недооцененный болма, сондай бірдеңе ғой. Американец 2.4 6-ға. Осындай Сараковка. Қасында Виндом, Toyota Виндом оң жақ рулді. Lexus ES300-ға ұқсайтын машина ғой. 2003 жылғы 3 литр автомат 5 миллион 500 бағасы. Осы нөмірде. Бұлар таза японецтер ғой. Плавш сиденье, деревасы бәрі. Салоны кең. Осындай Виндом бар. Артынан да көрсетіп жіберейік осылай. Сіздікі ма? Жақсы екен аға. Осындай машиналар. Былай қарай жүре берейік. Қазір JS-тар бар екен мұнда. Мұндай JS бар. Бағасы 3 миллион 200 дейді. JS 398-97 жылғылар ғой, жылы ескілеу. Мұнда қазір тағы бір Виндом ба, Lexus екен ES300. Сол Виндом мен бірдей ғой түрі. Сол жақ руль, Виндом правый руль. Осындай Camry мұнда. Camry, Toyota деген отанына келатыр қой қазір. Мұнда Toyotаның түр-түрі бар мұна жерде. Қазір анда бір Avensis тұр екен. Мұнда Mark II тұр. 30 тұр, Виндом тұр. Мұна Mark II-ны көрсетіп кетейік. Mark II 94 правый руль, 3 объем автомат. 2,5 миллион саудасы бар осы нөмірде. Торг деген саудасы бар ғой. Осындай. Көп адам жазады маған торг деген не деп. Саудасы бар деген. Camry 2003 2.4 30-дық автомат 4 миллион 500 саудасы бар. Осы нөмірде. Camry. Мұнда Виндом тұр. 2.5 Виндом. Жылы кішкене ескілеу. 99 жылғы. 3,5 миллион бағасы осы нөмірде. 3,5 миллион дейді. Мынау Corolla екен. Мен Avensis дедім ба. Corolla без вложений дейді. 2002 1.6 автомат 3 миллион 550 саудасы бар. 3,5 мыңға береді ғой енді. Минимальный дегені 50 мың теңге шығар. Осындай автозапуск без вложений. 2002 жылғы Corolla.
автомат. Осындай. Артынан көрсетіп жіберейік, осындай арт. Қасында 30 тұр. Бұл 30-ның бағасы ештеңе жазылмаған. Мынау XL American Camry 50-лікті көрсетіп жіберейік. Бұның бағасы қандай екен? Бұл шет жақтан кірген машина ғой. 7,5 миллион дейді, 2012 жылғы. Осы нөмерде. Примерно 7-ге болады деп айтып жатыр ғой. Қазақ нөмерде. Мынау қаяқтан кіргені пока белгісіз. Қазір вин-кодын түсіріп алайық. Үйге барып, есігі жабық тұр. Егесі кім? Егесі жоқ қой деймін. Осындай камера 50-лік бар. Вин-кодын көрсетейін десем, жабық тұр. Мұнда 45 кім? 45 бар екен. 2007 3,5 Сараковка. 6 миллион 700 саудасы бар. Осындай 3,5 дыңдай Camry. Мына жақта қазір көп Camry'дан қазір көрсетем. Camry'дің отанында 20-ка, 25-ка, 30-ка, 35-ка, 50, 55-тер, 70, 75-тер ары қаратай қымбаттай береді машиналар. Мына жақта енді кішкене 4 миллионнан бастап 30-калар. 6,5-7 миллионға дейінгі бағалар ғой. Оның ар жағында 50-ліктер бар. 9 миллион 10 миллионға. 7,5-8-ге де табуға болады. Мынандай Camry тұр, бірақ ештеңесі жоқ. Мыналардың қасында тұрған өткенде бір Паджеро сатылып кеткен сияқты. Мына екеуінің қасында тұрған. 4 миллион 350 деп тұрған. Сатып жіберді ау деймін. Мұнда Camry 20-ке екеуі ғана тұр екен. Сол екеуін көрсетіп жіберейік. 98 2 3 миллион 300. Осы нөмерде 3 миллион 300. Қасында тағы біреуі бар. 2001 2 автомат 3 миллион 600. Осы нөмерде 3 миллион 600. Осындай жігіттер, каналға тіркеліп қараңыздар. Camry'ларды дәлше көрсететін болам. Қазір 55, 50, 70, 75 болса 80. Каналға тіркеліңіздер. Мен де тағы да айтайын, 100% адамның 87% тіркелмей қарайды, 13% ғана тіркеліп қарайды екен. Каналға подписаться дегенді басып қойсаңыздар, өздеріңізге де жақсы. Видео шыққан кезде сізге шығып тұрады. Осы каналдан видео салынды деп. Сол үшін подписаться кнопкасына обязательно басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.